السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. У нас по шарху 6-й урок, тема хазихи. Хазихи біз білеміз, ол хаза сияқты. Хаза сияқты тек қана хазадан айырмашылығы не? Ол женский род үшін қолданылатын исм ишара. Хазихи ол анықтамасы қос нүкте арқылы жазылған. Исму ишаратин лил муфрадил муаннасил қарибил ақили ва ғойрил ақили. То есть ол исм ишара жекеше түрге арналған, женский родқа арналған, жақын жердегі арналған, ақылдыларға және ақылсыздарға арналған исм ишара болып табылады. Енді біз білеміз, женский родтың ең басты белгісі ол тамар бутая. Женский родтағы сөзі біз ең бірінші признагы ол тамарбутадан танимыз. Егер сөздің соңында тамарбута болса, ол женский родта тұр екенін білеміз. Сайяратун. Сейчас минутку. Например, сайяратун, бинтун. Бинт это өзі білінеді, женский род екені. Мысалы, сосын например, мударрисун сөзіне тамарбутаны қосып мударрисатун деп айтамыз, және муаллимун, мысалы, муаллиматун деп айтамыз. Именно осы тамарбутаны қосып айтқан кезде тамарбутан алдына фатха қойылып айтылады, сестры. Тамарбутан алдына фатха қойылып айтылады. Енді ол бізде мына сөздерде тамарбутасы болды, содан біз білдік женский род екенін. Кейбір сөздер болады, о тамарбута ештеме жоқ, өзімен өзі жаңа мағынауи, женский род мағынауи болады, то есть мағынасы жағынан женский род болады. Мысалы, бинтун, уммун, мысалы, уммун, ана деген, олар өздерімен өздері жаңа женский род екенін білдіреді, енді өздері мағыналарымен, мағынауи болып есептеледі. Сосын кейбір сөздер болады, олар ешқандай бір признактары жоқ. Мысалы, оған қарағанда бір женский род екенін айтпаймыз. Мысалы, шамсун деген сөздер бар. Шамсун деген күн, шамсун. Мысалы, хаза шамсун делінбейді, оған хазихи шамсун делінеді. Неге? Себебі ол женский родтағы сөз. Араптан осылай келген сөздер. Араптан осылай келген, оған ешқандай ереже жоқ. Өздері сондай бір кейбір сөздер болады, которые сами по себе просто являются словами женского рода. Оларға ешқандай признактары болмайды. Енді мысалдарға айтып кететін болсақ, мысалы, хазихи сайяратун. Оған европты қалай айтамыз? Иншалла, европты бастаймыз. Хазихи, мысалы, біз айттық, ол мағарифтің тізімінде бар дедік, мағрифалардың тізімінде. Мағрифа деген сөздің көпше түрі. Мағарифтарға кіреді, хазихи, неге? Потому что олар өздерімен өздері определенный нақты сөздер болып есептеледі. Сондықтан хазихи сайяратун. Бұл жерде әрине бұл сөйлем болып есептеледі, жумла исмия болып есептеледі, және хазихи бұл жерде муптаданың орнында. Енді хазихиді біздер тура оған муптада марфуғын деп айта алмаймыз, себебі марфуғын деп айтсақ, оның уже біз харакатын явны өзгеретін көруіміз керек. Ол муғраб болса, оған айта аламыз, муғраб. Ал исм ишаралар мәбни сөздерге жатады. Өткендегі харф жар, соларды қарастырдық қой, сол сияқты мәбни сөздерге жатады. Олар постоянный сөздер, олар өзгермейді, вообще ешқандай қылып өзгермейді. Хазиху, хазиха, ешқандай қылып өзгермейді. Хазихи, сол нәрсеге қатып қалған болды. Сондықтан оған тура муптада марфуғын деп айта алмаймыз. Сондықтан оған не дейміз? Исму ишаратин мәбниюн алал касри. Мәбни сөздерге аяғында, ол сөздің аяғында нені көреміз, соны жазамыз. Европта соны жазамыз. Мысалы, хазихи, біздер касраны көріп тұрмыз, аяғында немен қатқан, сол нәрсені европта айтылады, сөздері. Исм ишара мәбниюн алал касри
бірақ фи махалли роф деп орын береміз оған, иғроптан орын береміз. Неге? Себебі ол исім, исімдердің орны бар. Исімдер бірдеме болып есептеліп тұрады. Бір сөйлем мүшесінің орнын алып тұрады иғропта, иә. Әрине бұл жерде ол муптаданың ролінде. Сондықтан фи махалли роф деп айтамыз. Муптада деп айтамыз екен. Фи махалли роф муптада деп айтамыз. Иә, фи махалли роф муптада деп айтамыз. Муптаданың орнын ғана алады сөздер, иә. Сайяратун, оған айтамыз хабар марфуғун ва аламату рофхихи ад-домма дейміз, иә. Хабар марфуғун ва аламату рофхихи ад-домма. Болды, осындай оңай иғроптар жасалады. Енді осы темада иншаллах өткенде біз хәза соларға да иғроп жасаған жоқпыз. Хәзаны да көрсетейік. Мысалы, хәза толибун. Хәза толибун, бұл студент деген сөйлем. Хәза, оған айтамыз исім, ишара, мабниюн аля сукун. Ол сукунға бітіп тұр, иә. Фи махалли роф муптада дейміз оғанда. Толибун хабарун марфуғун ва аламату рофхихи ад-домма дейміз, иә. Осындай иғроптар жасалады. Иғроптар осылай жасалады исім ишараларға. Енді тағы бір сөйлемдер көрсетейік. Мысалы, оның ішінде идафа болсын. Мысалы, хазихи бинту хамидин. Мысалы, мынау Хамидтің қызы. Хамидтің қызын біз айту үшін, мынау деп көрсетуіміз үшін біз әрине исім ишара хазихи дегенді пайдаланамыз. Себебі біз қызға көрсетіп тұрмыз. Хазихи бинту хамидин деп, иә. Енді бұл жерде муптада хабарды табатын болсақ, хазихи бұл жерде муптада, ал бинту бұл жерде хабар. Бинту бұл жерде хабар сөздер. Бұны кейбіреулер шатастырады, дұрыс айтпайды. Неге? Просто бұл жерде идофа конструкциясына кіріп кеткен, просто қыз емес, ол Хамидтің қызы екенін дополнение ретінде қосымша айтылып жатыр, идофаға кіргесін. Ал бірақ бинту бұл жерде основной ақпарат болып есептеледі сөздер. Сондықтан иғропта оны солай көрсетіп айтамыз. Мысалы, хазихи айтамыз исму ишаратин мабниюн алал касри фи махалли роф муптада дейміз. Бинту хабар марфуғун ва аламату рофхихи ад-домма ва хуа мудоф. Әрине бұл мудоф конструкциясына кіріп, идофа конструкциясына кіріп кеткен, мудоф болып сөздер. Осыны ескереміз. Біз қыз екенін хабарлап тұрмыз, бірақ кімнің қыз екенін дополнение ретінде мудофун илайхи оған қосып тұрмыз. Сондықтан ва хуа мудоф болады. Хамидин мудофун илайхи мәжрурун ва аламату жаррихи аль-касра деп, ва аламату жаррихи аль-касра деп айтылады. Түсінікті ме? Осындай конструкцияларды осындай мағына ашу үшін, мағына беру үшін да, осындай мағына шығару үшін да біздер исім ишараларды қолданамыз сөздер. Просто хазихи сайяратун, хаза толибун сияқты қарапайым ғана предложениялар емес, сөйлемдер емес. Осындай да неше түрлі предложенияларды, неше түрлі мағынаны шығарып айтуға болады. Мысалы, тағы да айтатын болсақ, хаза қоламу толибин. Хәза қоламу толибин. Бұл студенттің қаламы. Бұл студенттің қаламы. Бұл жерде де не болады? Хәза исму ишаратин мабниюн аля сукун. Сукунға бітеді. Алиф соңында тұр. Алиф ешқандай харакатты қабылдамайтын біз білеміз. Аля сукун фи махалли роф муптада болады. Қоламу хабар марфуғун ва аламату рофхихи ад-домма ва хуа мудоф. Тағы да идофа конструкциясына кіріп тұр. Толибин бізде болады мудофун илайхи мәжрурун ва аламату жаррихи аль-касра. Осындай иғроптар болады сөздер. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Түсінікті болмаса, иншаллах маған сұрақтарыңды қойып сұраңдар. Так, ары қарай женский род туралы айтатын болсақ, сөздер, біз жаңа айттық, женский родтың сөздерін қалай танимыз деп, біздер тамарбутадан танимыз дедік, сосын
өздерімен өздері мағынасы бойынша женский родты білдіретін сөздер болады, иә, ешқандай тамарбутасы болмаса да. Сосын ешқандай женский родтың белгісі жоқ, бірақ арабтардан солай келген женский родта түрінде, иә. Ол Құранда да жазылады, сестры, көп байқасаңдар, тоже көруге болады, байқауға болады. Олар ешқандай несі болмағанмен, признактары болмағанмен, иә, все равно женский род болып есептелетін сөздер бар. Оларды жайлап кездесе тани бастаймыз, иншалла. Содан кейін біз білеміз, жаңа органдарды айттық, иә, адамның органдары егер жұп болатын болса, парный болатын болса, олар тоже женский родқа жатады дедік. Мысалы, көз, айын деген женский род болады, иә, айын деген көз болып аударылады, иә, айын. Айын деген қарасақ, ешқандай тоже сөздің өзінде ешқандай женский родтың белгісі жоқ, иә. Бірақ ол адамның органдарына байланысты тоже солай бөлінеді. Егер жұп болатын болса, ол женский род болып есептеледі. Сонда айынға біздер хазихи деп айтамыз, иә. Айын екі көзі бар, себебі екіден жұптар болатын болса, онда солай женский род болып есептеледі, сестры. Мысалы, аяқ екеу, иә, қол екеу, мысалы. Олардың барлығы женский род болып есептеледі. Әрі қарай Әл-Ақилға мысал шархта хазихи хадиджату, хазихи бинтун, хазихи ухтул мухандиси. Бұл жаңағы инженердің әпкесі. Ғойрул ақилге мысал хазихи сайяратун, хазихи микуатун, хазихи дарроджату анасин. Бұл анастың велосипеді. Так, әмсилатун ухра, басқа мысалдар дейді. Хазихи узунун ва хазихи айнун. Иә, бұл құлақ және бұл көз дейді. Құлақта екеу болғандықтан тоже бізде оған хазихи делінеді. Хазихи ядун ва хазихи риджрун. Әрине, бұл қол, бұл аяқ. Хазихи милақатун ва хазихи қидрун. Милақатун қасық, қидрун деген қазан екенін білеміз. Иә, тоже өзімен өзі сөйтіп арабтардан келген екенін білеміз. Жаңағы женский род түрінде. Ешқандай белгісі болмаса да. Хазихи анфун ва хазихи фамун. Әрине, бұл дұрыс емес, себебі бір мұрын мен бір ауыз, иә, оған хаза анфун ва хаза фамун делінеді. Хаза анфун ва хаза фамун делінеді. Әрі қарай әл-джумлатул исмия деген бізге тақырып берілген. Әрине, бұл тақырыпты біздер оның алдында кішкене өттік, иә, бастап. Әл-джумлатул исмия татакауану мин калиматайни муфидани. Туфидани мағнан тамман муфидан дейді. Ва тусамма джумлатан муфидатан. То есть джумла исмия дегеніміз ол жаңағы составлено из двух слов, дейді, я, это минимум из двух слов, которые несут значение, полное и полезное значение. То есть толық мағынасы аяқталған пайдалы сөйлемді айтады дейді. Ол джумля муфида деп аталады дейді. Тусамма джумлатан муфидатан, ол джумля муфида деп аталады дейді. Джумля муфида деп аталады, пайдалы сөйлем деген термин бар екен білеміз, иә. То есть араб тілінің қағидаларымен, ережелермен, араб тілінің әріптермен кәдімгідей сөйтіп дұрыс құрастырылған, ойы аяқталған сөйлемді айтады. Мысалы, Мухаммадун толибун, әл-бабу муғлақун, әл-миндилу васихун, хуа муслимун, зәлика қомарун, фатимату толибатун, әл-нафизату мафтухатун, әл-қохвату лазизатун, хия муслиматун, тилка шамсун деп айтылады. Тилка дегеніміз қазір аламыз, иншалла. Хазихи жақын жердегі арналған исім ишара болса, тилка дәл сондай тек алысқа арналған исім ишара болып есептеледі. Анау күн деп айтылған. Шамсунге жаңағы айтқандай женский родтың сөзі, я, оған женский родтың исім ишарасы айтылады. Хақибату ман хаза. Бұл дұрыс емес дейді, я, себебі хақибату ман хаза, бұл кімнің сумкасы деп сұрап тұр, я. Хаза дегеніміз женский род емес, мужской родқа арналған исім ишара. Бұл дұрыс емес, әрине. Хақибату ман хазихи деп сұралу керек. Әл-ғурфату мафтухун дейді. Әрине болмайды, иә. Бұл неге болмайды? Себебі біздер комната открыта деп айтамыз. Комната открыт деп сөйлемейміз. Орыс тілінде де ол сәйкестік бар, иә. Мубтада мен хабар арасында сәйкестік болу керек, сөстір, иә. Соқтан әл-ғурфату мафтухатун деп айтылған дұрыс болып есептеледі.
Әрі қарай Мұхаммадун толибун дегенде бізде қысқаша еуроп әрине бұл жерде берілген. Бұл ғана қысқаша екенін білеміз. Мұхаммадун мубтада, толибун хабар дейді. Тилка шамсун, тилка мубтаданың орнында, иә, шамсун хабар болып есептеледі. Осымен 6-шы сабақ аяқталды. Так, ешқандай қалып қойған нәрселер жоқ сияқты иншалла. Осымен тамамдап 7-ші сабақты сразу алып кетейік иншалла, уақытымызды әрі қарай созбай. 7-ші сабақ ад-дарсу сәби. Ад-дарсу сәби. Так, жалғастырамыз. Мен өткен сабақтарда кітапты бүйтіп шығаруға ұмытып кетіппін, иә. Өзім былай сабақ бергенде мен кітапсыз беретінімді білесіңдер сөздер, иә. Так, аль-джумлятул исмия, міне жаңа оқыдық. Әрі қарай міне ад-дарсу сәби 7-ші сабақ тилка. Тилка дегеніміз міне исм ишара лил муфрадил муаннасил баидил ғақили ва ғойрил ғақили, то есть ол исм ишара жекеше түрге арналған, муфрад муаннас женский родқа арналған, әл-баид алысқа, ақылдыға және ақылсызға. Так, дәл хазихи сияқты, бірақ тилка алыстағыға айтылады сөздер, иә. Жақын жердегі айта алмайтын нәрсеге біз тилка деп айтамыз. Хазихи деп айта алмайтын нәрсеге. Мысалы, тилка сумайя, сумайя, анау сумайя. Тилка табибатун, анау врач, әйелді айтып жатыр. Тилка тавилатун, анау ұзын біреуді көрсетіп айтып жатыр. Ғойрул ақыл, тилка баттатун, анау үйрек. Тилка байдатун, анау жұмыртқа. Тилка нақотун, анау верблюдица деп айтылады, иә. Енді мына жерде таблица бізге берілген асмаул ишара лил қариб, асмаул ишара лил баид деп, иә. Әл-музаккар, әл-муаннас деп, мужской род және женский род деп бөлінген. Хаза хусейнун, хаза қамисун, залика муаззинун, залика хаджарун, хазихи руқайяту, хазихи хадиқатун, тилка мумарридатун, тилка даджажатун деп бізге берілген. Мына жерде идофаға мысал, әсағату аббасин хазихи, бұл Аббастың сағаты ма дейді. Лә, хазихи сағату хамидин, жоқ, бұл Хамидтің сағаты. Тилка сағату аббасин, анау дейді Аббастың сағаты. Фи хазал мисал, бұл мысалда хамзатул истифхам, дегеніміз бұл жерде хамзатул истифхам болып есептеледі. Әл-жауабу бинам аула. Осындай хамзатул истифхам тұрған жерде обязательно сөздері, оның талабы бар, наам немесе жоқ, бар немесе жоқ деп, я немесе жоқ деп жауап беру керек екен бірінші, иә. Я немесе жоқ, наам аула дейді. Ал хазихи ол исм ишара лил муаннасил қариб ғойрил ақыл дейді. Мына жерде сағатты айтып тұрғасын хазихи деп айтылған, солай ғой. Хамидин ол мудофун илайхи болып есептеледі. Тилка бұл исм ишара лил муаннасил баид ғойрил ақыл. Әрине тилка ғойрил ақыл дегенде де қолданылады, сондықтан сағат туралы әңгіме жүргесін бұл жерде тилка деп те айтылады. Аббасин мудофун илайхи, әрине тилка сағату аббасин, бұл жерде сағату аббасин мудофун, идофада сағату мудоф, аббасин мудофун илайхи болып тұр екен. Тилкаға да ешқандай проблема жоқ деп ойлаймын, бірақ жазып кетейік иншалла. Біздер бұның да иғробын, осы жерге экранға жаза беремін. Мысалы, тилка сағату аббасин, осы сөйлемді ала салайық, мысалы. Тилка, оған не дейміз? Исму ишаратин мабниюн алал фатхи фи махалли роф мубтада, саату خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف. تاب عباس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة деп айтылады екен. Жаңағы көрсетілген конструкцияларда сияқты Еуропа осындай болады сөздері. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Экраннан енді өздерің жазып алғыларың келсе, жазып аласыңдар өздеріңе ыңғайлы болып.
Так, ары қарай. Так, асмаул ишара лил қариб, асмаул ишара лил баид. Бұл жаңа оқылды. Так, все, осымен иншалла тоқтаймыз шығар. Ары қарай біздер бадылды өтуіміз керек екен. Келесі сабақта бадылды өту керек болады, наверное. Әлі қазір айтып жіберейік па, қазір уақытты қарап жіберейін. Так, сөздер, біздің уақытымыз бар екен, сондықтан иншалла 8-ші сабақты да алып кетеміз бүгін. Сонда бүгін бізде 6-шы, 7-ші және 8-ші сабақтарды қамтиды. Так, бұл жерде әл-ишарату иләл муаррафи би әл деген тақырып сразу. Не дейді? Әлмен тұрған нәрсеге ишара қолдану, то есть мынау, бұл, анау депті. То есть именно әл артикльмен тұрған сөзге ишарамен қолдану. Әл-ишарату иләл муаррафи би әл. То есть әл артикльмен тұрған сөзге көрсетіп айту, осы тақырып. Мысалы, біздер новый мағына айтуымыз керек. Мысалы, просто мынау мужчина емес, именно мына мужчина саудагер, ал ана мужчина инженер деп та именно біреулерді көрсетіп, солар туралы бірдеңе айтқымыз келіп тұрады. Мысалы, сол уақытта біздер осы конструкцияны қолданамыз. Ол қалай? Хәзәр роджулу тәжирун. Мына мужчина саудагер. Зәликәр роджулу табибун. Ана мужчина врач деген мағынада айтуымыз үшін, айта алуымыз үшін. Ол жерде не? Әл артиклімен, міне әл артиклі, соған бізде исім ишара қолданылған. Сонда бізде мына тақырыпқа сәйкес әл-ишарату иләл муаррафи би әл. Әлмен анықталған, мағрифа болған деп тұр ғой енді. Әл арқылы мағрифа болған сөзге ишара дейді. Ишара, көрсету. Хәзәр роджулу тәжирун. Зәликәр роджулу табибун. Хәзәл бәйту литтәжири. Зәликәл бәйту литтабиби. Біздер енді постоянно просто қарапайым сөйлемейміз ғой. Хәзә бәйтун, зәликә роджулун деп айта алмаймын. Айта бермейміз, біздер жаңа тақырып, жаңа мағыналарды айтуымыз керек. Мына мужчина, сондай. Мына үй, сондай, ана үй, сондай деген сияқты мағынада айта алуымыз үшін мына тақырыпты бізге берілген. Мысалы, хәзәр роджулу тәжирун. Мына мужчина врач. Енді мына жерде дұрыс емес деп айтып тұр. Неге? Хәзәр роджулу тәжиру. Ой, аяқталмаған. Бұны қалай аударамыз? Мына саудагер мужчина. Ал оған не бопты? Бұл жерде аяқталмаған ой. Мына саудагер мужчина. Ал бәрін мағрифа қылуға бұл жерде болмайды сөздер. Бұл барлығы мағрифа болса, осындай мағынада кетеді. Мына саудагер мужчина. Ол саудагер мужчинаға не бопты? Ол кім? Ол не? Ол қайда? Анық емес, сөздер. Сондықтан бұл жумля муфида болмайды. Мысалы, мынау ат-табибун деп әрине бір сөзде ешқашан танвинмен әл артиклі кездеспей сөздер. Или әлі болады, или танвин болады. Так, ары қарай, мысалы, зәлика роджулу ат-табибу деп дамы тұратын болса да, біздер мына врач мужчина, ана врач мужчина, оған не бопты деген тоже бізде толық емес болып қалады да, сондықтан бұл тоже жумля муфида емес сөздер. Сондықтан бұл жерде крестикпен дұрыс емес деп айтқан. Так, бұлардың енді иғробын қарастыратын болсақ, мен мына жерге жаза берейін. Мысалы, хәзәр роджулу тәжирун деген мысалды қарастыратын болсақ. Хәзәр роджулу тәжирун деген мысалды қарастыратын болсақ. Мына мужчина саудагер деген мысал, сөздер. Сендер аудармасымен просто мынау мужчина емес, мына мужчина деп именно біз артикль әлмен тұрған сөзге көрсетіп тұрмыз да, и сол нәрсе, сол мағынадағы сөздер осылай түрде жазылады араб тілінде, сондай түсінуіміз керек сол мағынасын, қандай, не мағынада айтып тұрған. Және оның арабша жазылуын біздер түсініп тұруымыз керек, Просто мынау мужчина емес, именно мына мужчина, или мына үй, мына қыз, мына қалам, именно бір нәрсеге әл артиклімен тұрған нәрсеге
біз ишарамен айтып тұрмыз, көрсетіп. Сол нәрседе осы конструкция қолданылады именно. Осының иғробын қарастыратын болсақ, хаза ол исму ишаратин мабниюн аля сукуния фи махалли роф мубтада болады. Ар-роджулу, әрине бұл жаңа нәрсе болады, я. Бұл жаңа сөйлем мүшесінің аты, ол бәдәл, я. Бәдәл марфуғун ва аламату рофхихи ад-дамма. Так, тәжирун, бұл жерде хабар екен білеміз, я. Ана мужчинаны біз хабарлап тұрмыз, ол главный информация болып тұр, ол саудагер екен айтқымыз келіп тұр, я. Сондықтан ол хабар болып есептеледі. Марфуғун ва аламату рофхихи ад-дамма деп айтамыз, я. Енді бұл жерде ар-роджулуге ораламыз, әрине ораламыз, оның иғробын түсіндіреміз қазір, неге олай айтылатын, не? Так. Ар-роджулу біз бәдәл дедік. Бәдәл деген нәрсе, сестры, ол замена дегенді білдіреді. Жалпы тілдік мағынасы замена дегенді білдіреді. Тілдік мағынасы. Так, тілдік мағынасы замена дегенді білдіреді. Ол неге замена деген тілдік мағынасында, неге ол именно бәдәл деп айтылады бізде? Себебі ол, мұна әл артикльмен тұрған сөз ғой, бұл исім ишараны заменят ете алады деген мағынада. Именно бәдәл деген мағына, замена деген неге именно сондай сөйлем мүшесі аты сондай неге? Себебі ол алдындағы исім ишараны заменят ете алады. Былай айтқанда, мына хәзаны алып тастасақ, біз ар-роджулу тәжирун деп айта аламыз. Бізде жүмле бұзылмайды. Просто мына мужчина демей, просто мужчина, саудагер деп айтатын болсақ, біз айта аламыз. Сондықтан мына бәділ деген замена. Замена именно алдындағы исім ишараны заменять ете алады дегенді білдіреді. Сондықтан ол бәділ. Енді ол алдындағы исім ишараны заменять ете алатын болса, ол значит оның толық иғробын, толық положениесін қайталайды. Значит, ол оның падежін қайталайды деген сөз, сестр. Сондықтан бұл жерде біз марфуғун деп айтамыз. Сондықтан бұл жерге біздер дамманы қоямыз. Неге? Себебі алдындағы исім ишара бізде ол мубтаданың орнын алып тұрған болатын. Оған фи махалли роф мубтада деп айтқан едік. Сондықтан да фи махалли роф, ал бәділ өзінің алдындағы исім ишараның иғробын қайталайды. Сондықтан бұған марфуғын уағаламату рофхи дамма деп қайталатамыз. Түсінікті ма? Тәжирун бізде хабар марфуғын уағаламату рофхи дамма. Бәділ дегеніміз осындай, сестры. Ол бәділді вообще қалай танимыз және қалай құраймыз өзіміз, ол бәділді қалай танимыз сөйлемнің ішінде. Егер біз білеміз, ол айтылады кәдімгі группамен өткен сабақтарда, егер исім ишарадан кейін әл артикльмен сөз тұратын болса, ол бәділ болады. Кез келген нәрседе, мысалы біздер хәзі табибун десек, біз табибке біз бәділде айта алмаймыз ғой. Себебі бәділдің шарты қандай? Именно әл артиклі болу керек. Әл артиклі болу керек. Просто исім ишарадан кейін емес. Именно исім ишарадан кейін, бірақ әл артиклімен тұру тиіс. Сол кезде ғана бәділ болады. Обязательно бәділ болады. Басқа ештеме болмайды да. Сондықтан сестры бәділ дегеннің ережесін біздер жаттап алайық, иншалла, есімізде тұрсын. Кез келген исім ишарадан кейін келген сөз емес, именно исім ишарадан кейін әл артикльмен сөз тұрса, ол бәділ болады. Және өзімізге де солай құрап үйренеміз. Мысалы, ана машина әдемі деп, қалай айтамыз? Ана машина әдемі деп. Біздер машинаға көрсетіп тұрмыз. Сонда ана машина әдемі десек, не дейміз? Тилка сайярату, жамилатун деп айтамыз. Тилка сайярату жамилатун. Ана машина әдемі деп. Біздер тилка деген исім ишараны қолдандық, потому что ас-сайярату бізде женского рода сөз. Және ас-сайярату жамилатун деп тамарбутамен тоже айтты хабарды. Неге? Себебі мубтада хабар бізде родқа сәйкес келеді, сестры. Себебі орыс тілінде де мысалы ол та машина,
красивая деп айтамыз, иә. Та машина красивый деп айтпаймыз, иә. Сондықтан сәйкестендіреміз, осындай құрастырамыз. Именно бәділді сестры осындай мағына үшін. Ана машина әдемі, ана үй үлкен, ана бала ұзын, мына бала кішкентай деген сияқты мағынада пайдаланамыз. Осыны ұмытпаймыз. Енді біздер жаңа көрдік, хәза исім ишара тұрды, мысалы, иә, хәза болсын, зәлике болсын, кез келген. Одан кейін бізде бәділ келді. Енді бұл біз жаңа қарастырған сөйлемде хәза исім ишара именно не болып тұрды? Бізде муптаданың орнында болды, иә. Енді басқа сөйлем мүшесінің рөлінде тұратын мәселені қарастырайық. Мысалы, әлбәйту фи, мысалы, әлбәйту емес, әлмәсжиду, мысалы, әлмәсжиду фи зәлика шәриғи деп айтатын болсақ, не дейміз? Мешіт ана көшеде. Мешіт просто көшеде емес, ана көшеде. Біз ана көшеде деп, бізге мына жерге зәлика деп айтып тұрмыз. Көшені указывать етіп тұрмыз, ана көшеде. Бұл жерде тоже бәділді пайдаланып тұрмыз біздер. Зәликадан кейін әл артикльмен сөз келсе, ол бәділ болады. Исім ишарадан кейін әл артикльмен сөз келсе, ол бәділ болады деп айтатын едік. Сондықтан бұның иғробында қайта жазамыз. Әл-мәсжиду бұл жерде не болады? Әл-мәсжиду муптада болады, потому что біз мәсжид туралы айтып жатырмыз. Марфуғун ва аламату рафхихи ад-домма. Фи біз білеміз харф жар екен. Мабниюн аля сукун ла махалла лаху минал иғроб. Бұл ешқандай иғробта орны жоқ. Ешқандай сөйлем мүшесі болмайды деген сөз. Зәлика оған не дейміз? Исму ишаратин мабниюн аля фатхи фи махалли жар исм мәжрур дейміз. Себебі ол фиден кейін келіп тұр. Кез келген харф жардан кейін келген нәрсе, сестры, кез келген харф жардан кейін нәрсе тұрма, ол бәрді исм мәжрур болады. Не тұрса да исм мәжрур болады да. Бұл жерде, мысалы, исм ишара келіп тұр фиден кейін, ол да харф жардан кейін келді ма, ол значит исм мәжрурдың кәсірасын тура алмаса да, себебі ол мабни, қатып қалған сөз. Ол мабни өзгермейді, түрі өзгермейді, сыртқы келбеті, бірақ ол махалін алып тұр. Фи махалли жар, ол орнын алып тұр все равно исм мәжрурдың. Себебі ол харф жардан кейін келіп тұр, сестры. Енді алдындағы исм ишара, бәділдің алдындағы исм ишара бізде не? Қандай падежде тұр? Ол жар септігінде тұр, жар септігінде тұр. Жар септігінде тұрғандықтан әш-шариғи, ол тоже бізде не болады? Бәділ болады, заменяет. Солай ғой, біз зәликаны алып тастай аламыз ба? Фиш-шариғи деп просто айта аламыз ба? Айта аламыз көшеде деп, Просто ана көшеде, мына көшеде деп біз қосымша исм ишараны қыстырып тұрмыз, ол былай айтқанда, Сондықтан исм ишарадан кейін әл артикльмен сөз келіп тұр, ол бәділ болады. Бәділ исм ишараның алдындағы исм ишараның падежін қайталайды, иғробын қайталайды. Сонда бұл марфуғын дейміз, оған мәжрурун дейміз уже, Себебі ол алдындағы исм ишара жар септігінде тұрған. Мәжрурун ва аламату жаррихи әл-касра деп айтылады. Ва аламату жаррихи әл-касра деп айтылады. Бұл жерде хабар вашибухул джумля, вашибухул джумля фи зәлике, бұл айтқанда фи зәлике, мағына толық болу үшін шариғиді қосуға болады. Бірақ біз білеміз, что тек қана харф жармен исм ишара, бұл исм мәжрур, исм мәжрур бұл жерде шибхул джумляны беретінін. Фи махалли роф хабар деп айтылады. Фи махалли роф хабар деп айтылады. Бұл жерде хабар шибхул джумля түрінде келген. Так, түсінікті ма? Бәділ осындай түрде айтылады, сестры. Бәділ ол исм ишарадан кейін әл артикльмен келеді. Ол бәрі бәділ болады. Бәділдің мағынасы замена. Алдындағы исм ишара бұл жерде кітапта бізде тек қана роф септігінде тұр, барлығында роф септігінде муптада болып тұр. Сондықтан бәділдері барлығы даммамен тұр, себебі ол бәділ қайталайды.
Ал мен сендерге басқа уже положениеда тұратын көрсетіп тұрмын, иә. Әл-мәсҗиду фи залика шари. Ана көшеде деп біз бадалды жар септігінде көрсетіп тұрмыз. Себебі алдындағы исім ишара, исім мәжрурдың орнында фиден кейін келгесін. Түсінікті ма? Түсінікті, иә. Әрі қарай бізде мына шархта лиман деген тақырып. Лиман деген ләм деген харф жармен, мән деген исім истифхамның екеуінің құрастырымен құралған нәрсе. Лиман, лиман. Әлләмнің мағынасы негізі көп, өте көп сестр. Әлләмнің өте көп мағынасы бар. То есть харф жар, мысалы біз білеміз ғой, фи дегеніміз ішінде деп білеміз, аля деген үстінде деп білеміз, иә. Әлләмді біздер не деп білдік? Бірінші томда ол принадлежностьті білдіретін дедік, иә. Ол ләмнің негізі басқа да нелері көп. Причина, себептік мағынаны беретін ләм бар, басқа да мағынаны беретін ләмдар бар, сестры. Бұл жерде әрине лиман, кому принадлежит, былай айтқанда, чей деген мағынаны білдіреді. Лиман, әлләм бұл жерде әрине принадлежностьті мағынасын беріп тұр. Лиман суалун анил ғақил. Лиман хазал байту литтаджири. Кому принадлежит, чей этот дом? Орысша айтқанда бадалды этот дом, мысалы әл-бәйту деп айттық қой, иә. Әл-бәйту, әл-бәйту, хазал-бәйту, этот дом. Просто это дом емес, сестры, этот дом деген мағынаны түсінуге болады орысшада. Түсінікті ма? Чей этот дом? Этот дом принадлежит торговцу. Лиман заликаль байту? Чей тот дом? Заликаль байту лит-табиби. Тот дом принадлежит врачу деген мағынаны береді. Түсінікті ма? Далее амама және хольфа. Амама және хольфа. Зорфтар, сестры, өткен сабақта бізде тахта деген зорфты алған едік, иә, тахта. То есть сондай сөздер болады араб тілінде, уақытпен байланысты, немесе орынмен, мекенмен байланысты нәрселер, сөздер, иә, мағыналары. Олар зорфтар деп аталатын, иә, зорф. Зорф. Зорф уақытпен байланысты болса, зорф заман болады. Иә. Мекенмен байланысты болса, зорф мәкән деп айтылатын білеміз, иә. Орынмен байланысты болса, зорф мәкән деп айтылады. Енді амама және хольфа. Амама деген тоже зорф, хольфа зорф. Амама алдында, хольфа артында дегенді білдіреді. Сонда олар екеуі зорф мәкән, иә, екеуі зорф мәкән, сестры. Мекенмен байланысты себебі зорф мәкән. Зорф мәкән. Әс-саббурату амама туллаби. Әс-саббурату хольфа ал-мударриси. Тақта студенттердің алдында, тақта мұғалімнің артында. Айна сайяратул имами. Айна сайяратул имами. Имамның машинасы қайда дейді? Хия амамал мадрасати. Ол мектептің алдында. Айна жаласа хамидун. Жаласа хольфа махмудин. Амамат туллаб. Хольфа мудоф, махмудин мудофун илейхи дейді. То есть амама және хольфа деген зорфтар өзінен кейін мудофун илейхи талап етеді. Өзінен кейін мудофун илейхи талап ететін зорфтардан, сестры. Мысалы, тахта деген, өткен тахтал мактаби деген сияқты тоже зорфты талап еткен. Амама және хольфада осындай, сестры. Амама және хольфада осындай. Так. Мысалы, бұның еуробын қарастырып кетейік, иә. Мысалы, әс-сабурату амамат туллаб. Әс-сабурату амамат туллаб. Әс-сабурату амамат туллаб. Әс-сабурату бізде әрине ол мубтада. Мубтада марфуғун ва аламату руфихи ад-домма. Амама, оған айтамыз. Зорфу мәкәнин мансубун, зорфтар мансуб, сестры, ва аламату насбихи,
الفتحة. وهو مضاف. өзінен кейін мудофун илейхи талап етсе, значит өзі мудоф. ат-туллаби мудофун илейхи мажрурун ва аламату джаррихи аль-касра. Ва шибхул джумля, әрине шибхул джумляның екінші түрі, бізде зорфпен жүретін. Ва шибхул джумля амамат туллаб. Фи махалли роф хабар болады. Фи махалли роф хабарды береді. Так, мансуб, зорф, макан. Так, түсінікті ма? Бұл зорфтарға байланысты еғроп болатын. Естеріңе салу үшін өттік, я? Так, әрі қарай. هذا البيت للتاجر. للتاجر اللام حرف جر. للطبيب للمدرس. бұл жерде не айтқылар келген? Егер лям деген өзі жүреді, харф жар. Әл артиклі бар сөзге қосылса, сөзтір, әл артиклі бар сөзге қосылса, онда бір әріп араб тілінде қосылып жазылады сөзтірі. Сонда әл артиклі бар сөзге әлләм бір өзі болғасын қосылып жазылу керек. Қосылып жазылғанда әл артиклінің әлифі түсіп қалады. Әл артиклінің әлифі түсіп қалады сөзтірі. Қосылып жазылғанда әл артиклінің әлифі түсіп қалады. Сонда лил мударриси деп айтылады. Түсінікті ме? Лил мударриси деп айтылады. Әл мударрис, лил мударриси деп айтылады. Әрине иғроп жасағанда бөлек. Мысалы, әлләмді бөлек айтамыз, әл мударриси деп бөлек айтамыз. Түсінікті ме? Бірақ жазылғанда бұлай көрсетілмейтіні көрдік па? Әлифі түсіп қалған. Мына жерде әлифі жоқ просто, сондықтан ли Мухаммадин ешқандай өзгеріссіз жазылады. Соны бізге айтып кеткен. Так, хаза роджулу тәжирун. Хаза мубтада, ар-роджулу бадал. Міне, тәжирун хабар. Қысқаша иғроптар бізге жалпы сөйлем мүшелерінің аттары жазылып кеткен. Залика аль-байту лит-табиби. Залика мубтада, аль-байту бадал. Лит-табиби шибхул джумля. Харф жар мен исм мажрурдың қосындысы, бізге хабарды беріп тұр. Амама және хольфа зорф макан дейді. Екеуі зорф макан болып саналады. Зорфтар мансубтар сөздері. Зорфтар мансубқа жатады. Әрі қарай хуруфул жар дейді. Олардың мағыналары айтып кеткен. Хуруфул жар мин туфидул бидая. Как бы его значение, его мағынасы бидая, бастау. Бастауды білдіреді. Фатима анахтан миналь хинди мысалы, То есть бастауы Индиядан, асылы Индиядан, понимаете? Сондықтан туфидул бидая деп айтады осы минге. Иля туфидул нихая. Иля туфиду нихая. Нихая аяқтау. То есть иля конечный точканы білдіреді, конечный цельдің несін, точкасын білдіреді. Туфиду нихая. Аяқтау. Аяқ, соң мағынасын береді дейді. Иләл бәйти, мен бардым. Иләл бәйти, мысалы, үйге бардым. То есть мен үйден сол аяқтадым өзім жүрісімді. Солай ғой. Сондықтан туфиду нихая деп айтылады. Фи туфиду зорфия. Туфиду зорфия дегеніміз соның ішінде бір жерде орналасу, конкретно бір жерде орналасуды айтады. Фи туфиду зорфи. Фи жаңа бірдемен ішінде дегенді білдіретін. Аля туфидул истиғля. Поверхності, жоғарыдағы поверхності айтылады сөздері. Аля деген сондай мағынада жүреді дейді. Әлләм туфидул милк дейді. Милк деген владение. Жаңағы значение владения. Значение владения у лям сөздері. Лям харф жар. Бұлардың барлығы харф жар болып есептеледі. Түсінікті ма? Осымен аяқталып тұр, Так, барлық нәрселерді қарастырдық. Бүгін бізде кішкене көптеу не болды. Себебі алдымыздағы исім ишаралар бізге оңай, жалпы. Сондықтан мен сендерге баділмен де қалғанында не беріп тұрмын, иншалла. Сұрақтарыңыз болса, маған личкаға шығып сұрағыңдар, иншалла. Бұл қайталау, жақсы қайталау болды деп ойлаймын. Так, альхамдулилля, осымен тоқтаймыз сөздері. Субханаке Аллахума бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Баракаллаху фикунна ва джазакумуллаху хайран.